Ет қосылған фунчоза салатын ерекше өте дәмді тұздықпен дайындаймыз. Каналға қош келдіңіз. Сізбен бірге Инка Максовна. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Балғын бір тана қиярмен сәбіз аламыз және 2 жасыл жуа. Ашты салатқа бізге керек 3 түс сарымсақ және 1 дана чили бұрышы. Ең басты өнім бізде фунчоза лапшасы және суға піскен 200 грамм ет керек. Осы барлық өнімдерді видеоның астына толық өлшеммен жазып кетемін. Салатқа қосатын өнімдер қияр, сәбіз және етті осындай ұзын жолақтармен кесіп аламыз. Етіміз міндетті түрде суға піскен болу керек. Оны екінші ретінде майға жақсылап шыжғырып қуырып аламыз. Келесі балғын көк жуаны да осындай домалақтап ұсақтап турап шығамыз. Чили бұрышын да домалақтап турап аламыз. Және біздің фунчоза лапшаның сыртындағы дайындау тәсіліне қарай ыстық суға пісіріп аламыз. Құрметті көрермен, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Жаңадан видеоларды жібермей көріңіз. Келесі қызып тұрған табаға 4 ас қасық өсімдік майын құямыз да біздің тураған етті шыжғырып қуырып аламыз. Етіміз күйіп кетпеу керек, бірақ қызарғанша 5 минут қуырсаңыз сол жеткілікті болады. Фунчозаның неше түрлісі болады, сол себептен сыртындағы дайындау тәсіліне қарай пісіріп алыңыз да, одан кейін үстіне жаңаға қуырылған етімізді саламыз. Қалған туралған өнімдерді саламыз, сәбіз және қиярды. Сарымсақты ұсақтап үгіштен өткізіп аламыз. Назар аударыңыз, тұздықты дайындаймыз. Оған 3 тіс сарымсақ, 1 ас қасық паприка, 1 шай қасық қант, 2 чай қасық алма сіркесі 6%, жарты чай қасық тұз, жарты чай қасық тауық бульоны, 1 шай қасық кунжут және 2 ас қасық соя соусын құямыз. Мұның артынан жаңағы туралған ұсақ көк жуамызды саламыз және чили бұрышын, артынан қызып тұрған өсімдік майын құямыз 4 ас қасық. Жақсылап оны қыздырып аламыз және араластырамыз қасықпен. Қараңыздаршы, қандай керемет, өте әдемі тұздық дайын болып шықты. Иісі деген мүңкіп тұр, мұрын жарады. Енді біздің дайын болған өнімдердің үстіне осы тұздығымызды құямыз. Одан кейін жақсылап, қаласаңыз қолмен, қаласаңыз қасықпен, жақсылап тұрып тұздықтың дәмі фунчозаның лапшасына сіңгенше араластырамыз. Араластырып дайын болған салатты кемінде жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырсаңыз болады. Ол лапшаға өзінің дәмі сіңіп, дәмі келетін болады. Одан кейін арнайы тәрелкелерге салып, столға қойсаңыз болады. Осы өнімдердің өлшемі бойынша сізде 2 дана осындай тарелка салат шығады.